Шенеуніктердің шектен шыққан әрекеттері соңғы кездері қоғамда қызу талқыланып жүргені рас. Мемлекет қызметкердің этикасын ұмытып, жалпақ жұртқа жеккөрінішті болғандар қалай жазаланып жүр? Бұл сұраққа мемлекет қызмет істері агенттігінің су жаңа төрағасы жауап берсін, кезекті сұхбатқа берейік. Қымбатты көрермен, бүгін біз мемлекет қызмет істері агенттігінің төрағасы Анар Жайылғанованың кабинетіндеміз. Анар ханым, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бірден сұраққа кіріссек. Қазір мемлекеттік қызметкерлердің жалпы тәртібіне қатысты көп сын айтылады, яғни олар этиканы жиі бұзады дейді. Онда көріп жүрміз. Бірақ қалай жазаланады ондай адамдар? Өте орынды сұрақ, шынында да өкінішке орай әлі күнге дейін орын алып жатыр. Мысалы үшін осы ағымдағы жылдың өзін алатын болсақ, 1475-тен астам бізге жаңағы арыздар келіп түсті. Оның ішінде енді былтырғы жылға қарағанда 302 өтінішке ол төмен, бірақ дегенмен де әлі күнге дейін орын алып жатыр. Осының ішінде 309-ы сол жаңағы берілген өтініштердің тексеру кезінде шынында да дәлелденді. Сол 309 адамның ішінде 92 адамдай мемлекеттік қызметші тәртіптік жауапкершілікке тартылды, оның ішінде 10-ы лауазымнан босатылды. Көбінесе енді әкімшілік жаза тартылды, жаңағы штраф төлеу деген сияқты. Бірақ біз ол бойынша қазір қатты жұмыс істеп жатырмыз. Өзіңізге белгілі, біздің барлық мемлекетімізді алатын болсақ, бүкіл Қазақстанда 700-ден аса уәкілдер бар, арнайы әдеп уәкілдері. Солар 800 мыңнан аса іс-шаралар өткізді осы жылдың өзінде ғана. Осындай жаңағы әдепті сақтауды мемлекеттік қызметшілер тарапынан енді әртүрлі жағдайлар болады. Бірақ дегенмен де енді біз халыққа қызмет етіп жатқандықтан қандай болғанда да сабырлық таныту керек. Одан кейін ешқашан жаңағы біздің әдеп кодексін бұзуға біздің ешқандай қақымыз жоқ. Ол біздің мемлекеттік қызметшілер туралы заңымызда да атап көрсетілген. Жай қызметкерлерді айтпай-ақ қояйық. Әкімдердің өзі үлкен, басшылардың өзі сөйтіп тәртіп бұзып жатады. Болмаса бір қол жұмсап жататын кездер болады. Ол кісілер заңды біледі ғой. Этика кодексін біледі, бәрін сақтауын біледі. Бірақ неге, не себепті ондай әрекетке бару мүмкін? Енді адамның өзіне байланысты ол. Өйткені біздің өзіміздің заңымызда, мысалы арнайы заңымызда, әкімшілік жазада, тәртіптік жазада, тіпті қылмыстық жазада көрсетілген. Адам енді сондай тәртіп бұзушылыққа барса, немесе заңды бұзушылыққа баратын болса, ол міндетті түрде заң шеңберінде өзінің жазасын тартады. Агенттікке келгеніңізге де көп болған жоқ, бірақ бір өзгерістер жасадыңыз ба? Ең алдымен нені өзгерттіңіз? Енді өзгертуге келетін болсақ, ең басты мәселе менің өзімнің алдыма қойып отырған, ол осы жаңағы біздің президентіміздің сайлауалды бағдарламасында көрсетілген мәселелер. Ол еститін мемлекет құру, яғни біз барлық адамдарымыздың, халқымыздың қандай мұң-мұқтажын, сұранысын орындайтын, мемлекетке қызмет ететін мемлекеттік қызметшілерді тәрбиелеп, соны солда мемлекеттік қызметшілер жасауымыз керек. Сондықтан да қазір бізде өзімізде академия бар ғой, мемлекеттік басқару академиясы. Сонда да біз арнайы дәрістер кіргіздік қазір. Халықпен жұмыс істеу, халықтың тілімен сөйлесу, яғни мемлекет тарапынан жасалып жатқан барлық жағдайды халыққа түсіндіре білу, барлық біздің халқымыздың әртүрлі мысалы салалар бар ғой, жағдайын өте нашар, мысалы үшін көпбалалы аналар бар деген сияқты. Солармен дұрыс сөйлесе білу, соларға мемлекеттің жасап отырған саясатын жеткізе білетін, солармен жұмыс істей алатын мемлекеттік қызметшілер біз тәрбиелеуіміз керек. Жас мамандардың кадрлық резервін жасау да соған байланысты шығар. Одан не күтеміз? Ол қаншалықты ашық жүргізіліп жатыр? Қазір 7312 адам тіркеліп бітті, мысалы үшін 30 қыркүйекте. Сол 7312 адамды қарайтын болсаңыз, оның ішінде тек қана біздің 17 регионымыздан ғана емес, сондай-ақ шетелдегі біздің кандидаттарымыз бар. Сингапурдан, Турциядан, Түркиядан, Америка құрама штаттарынан, Великобританиядан. Бірақ Қазақстан азаматтары, Қазақстан азаматтары. Содан кейін тіпті ешкім біле бермейтін мемлекеттерден. Бір Африканың бір островной мемлекеттерінен өте сондай географиясы өте сондай. Елге қызмет еткілері келетін. Бірақ шетелде жүрген азаматтар, бірақ елге оралып, елге қызмет еткісі келетін азаматтар. Географиясын қарап отырсаңыз, керемет. Сіз енді мемлекеттік қызметтің бүкіл сатысынан өттіңіз, өзіңізде енді жас болдыңыз, бір принциптеріңіз болған шығар өзіңіздің қойған. Қандай принципшіл адамсыз ба, қандай талаптар қоясыз? Ең басты принцип меніңше адамның өзінде қабілет болу керек. Біріншіден, өзінің таңдаған саласында адал қызмет ету. Адалдық ең басты принцип. Одан кейін
өте көп жұмыс істеуге қабілетті болу керек. Мысалы үшін менің еңбек кодексінде көрсетілген 8 сағатын деп тұрып кетіп қалған, ол менің принципіме жатпайды. Адам неғұрлым көбірек жұмыс істеуге қабілеті болу керек, соған адам өзі дайындалып келу керек. Мысалы үшін осы саланы қазір маған тапсырды ма, ендеше мен осы салаға адал қызмет етуім керек, халқыма адал қызмет етуім керек, қолымнан келгенше мемлекеттік қызметшілерді де қолдауым керек, олардың әлеуметтік пакетін дұрыстауға, оларға көбірек жағдай жасауға да қолымнан келгенше көмек жасауым керек. Әрине ол бюджетке байланысты мәселелер, бірақ дегенмен де олардың мүмкін медициналық жағынан қызмет көрсету осыны, немесе олардың жаңағы арнайы төлемақылар алады ғой, мысалы үшін отпускаға шыққан кезде сол ақшаланы әлеуметтік көмекті көбірек жасауға, енді ол бәрі бюджетке байланысты мәселелер, бірақ дегенмен де мемлекеттік қызметшілерімізде бір жағынан әлеуметтік жағынан қорғауымыз керек. Өйткені мемлекеттік қызметке әрине жастар бізде көп жұмыс істейді. Егер де 90 мыңнан астам жалпы мемлекеттік қызметші болса, осының 22 мыңнан астамы жас мамандар істеп жатқан. Яғни жастардың арасынан да мемлекеттік қызметке қызығушылық көп негізі. Бірақ дегенмен де менің басты принципім адал қызмет ету, барлық қызметшілерді адалдыққа шақыру, сондай-ақ халыққа қызмет ету. Команда деп қалдыңыз, қазір енді бір қызметке тағайындалса, өзінің командасымен жүретіндер бар. Қаншадан президенттер қой деп жатса да, бірақ ескермей ма, әлде сол әлі жалғасып келеді үрдіс? Қалай тоқтатуға болады? Неге байланысты деп ойлайсыз? Мен өзіме келетін болсам, мен осы бүкіл территорияларда, өйткені бізде 17 аумақтарда өзіміздің территориалдық департаменттеріміз бар ғой. Бірде-бір адамды жұмыстан босатқан жоқпын. Өз еркімен кеткен 1-2 адам ғана болды, өз еркімен кетті олар. Өз еркімен кеткен адамдарды әрине мен ұстай алмаймын. Олар өздері мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттікке барамыз деп өздері сол жаққа қарай кетті. Оларды әрине мен ұстаған жоқпын, бірақ қалған адамдардың ешқайсысы жұмыстан босаған жоқ. Қандай адамдар осында қалды, мен сол адамдармен жұмыс істеп жатырмын. Қандай жерде вакансия бар, жаңадан адамдар алуға тура келді, ал жалпы мен сол командамен, сол қалған адамдармен жұмыс істеп жатырмын. Командамен жұмыс істеу деген түсінбеймін. Қандай адамдар қалай жұмыс істеп жатыр, сол әрбір адамның өзінің потенциалын ашу керек. Потенциалына, әлеуетіне қарап жұмыс істеу керек. Анар ханым, мен сұхбатыңызға рахмет, уақытыңызды бөліп бізге әңгімелесуге, сұрақтарымызға жауап беруге келіскеніңізге алғыс айтамыз. Еңбегіңізге жеміс тілейміз. Аман болыңыз, қайда жүрсеңіз. Көп рахмет, өзіңізге де барлық табыс тілеймін. Рахмет.